Құрметті менің каналым оқырмандары, бүгін 6 класс математика БЖБ, яғни 2 БЖБ алгебралық өрнектерге арналған. Бірінші есеп 3, 5 сыртында көбейту, 5 азайту 2х тең дейді. Бұл жердегі x'іміз 2-ге тең дейді. Бірінші осы алгебралық өрнектегі жақшаны ашамыз. Жақшаның сыртында тұрған 3-ті 2 өрнектің мәніне көбейтеміз. Енді 5-тің алды плюс, 3-тің алды плюс, сонымен бізде 15 болады. Плюс 15. 3-тің алды плюс, 2х-тің алды минус, екеуін көбейткен кезде бізде минус болады. Плюсті минусқа көбейткенде 6х болады. Енді осы алгебралық өрнекке, жинақталған өрнекке x-тің орнына біз 2-ні қоямыз. Кез келген санмен x-тің ортасында көбейту амалы бар. Орындарына қояйық. 15 азайту 6 көбейтілген 2. 6-ны 2-ге көбейтсек 12 болады. 15-тен 12-ні алсақ 3 болады екен. Келесі екінші есеп 4 2х минус 5 минус 3 х қосылған 11 плюс 5х. Бұл жерде де көбейту амалдары орындалады. Ал бастайық. 4-ті 2х-қа көбейтеміз. 8х. 4-ті минус 5-ке көбейтеміз. Минус 20. 3ті х-қа көбейтеміз. 3-тің алды минус болады. Х-тің алды плюс. Екеуін көбейткен кезде минус 3х болады. Минус 3-ті плюс 11-ге көбейтетін болса, бізде минус 33 болады. Ең соңында қалып қойған плюс 5 солға көшіріліп келеді. Енді x-тарды біріктіреміз. 8х-тің алды плюс, 3х-тің алды минус, 8-ден 3-ті аламыз 5 болады. Мына жақта тұрған 5х-тің алды плюс, сонымен бұл жерде 10х болады. Енді бос мүшелерді жинақтаймыз. Екеуінің де алды минус болып тұр. Минус 20, минус 33 болған кезде 2 теріс сан қосылады да минус 53-ті береді. Есеп аяқталды. Келесі, үшінші. Бұл жерде алгебралық өрнекпен берілген тепе-теңдікті дәлелдеу керек. Ал жазып алайық. Бірінші 4х плюс 2 минус 2х минус 4 тең болады 2х плюс 16. Жақшаны ашамыз. Бұл жерде тепе-теңдіктің оң жағына темейміз. Осыны қайта-қайта көшіріп отыратын боламыз. 4х 4-ті 2-ге көбейтеміз 8 минус 2-ні х-ға көбейтеміз 2х минус 2х минус 2х-тің алды 2-ның алды минус 4-ның алды минус минусты минусқа көбейткен кезде плюс болады. Плюс 8 тең қайтадан көшіреміз. Оң жақты темей қайта көшіріп отырамыз. Енді жинақтайық. 4х-тің алды плюс, 2х-тің алды минус болып тұр. Бұл жерде алу жұмысы жүреді. 4-тен 2-ні аламыз, 2х болады. Енді бос мүшелерді. Екеуінің де алды плюс болып тұр. Сол себепті плюс 16 болады. Теңдіктің екінші жағын сол күйге көшіреміз. Тепе-теңдіктің екі жағындағы өрнектер бірдей болғандықтан біз тепе-теңдік дәлелденді деп аяқтайтын боламыз. Төртінші есеп. Тік төртбұрыштың суретін салып қояйық. Бізде ені тік төртбұрыштың ені в сантиметр,
Ал ұзындығын біз А деп қояйық. Ол бізде 11 есе, яғни енінен. Сонда біз 11-ді В-ға көбейтеміз. Енді ары қарай кеттік. Мақсатымыз нені табу? Бізде тағы не беріліп тұр? А-дан В-ны алсақ дейді, ұзындығы мен еннің айырмасы 40-қа тең дейді. Сосын П тең сұрақ. Енді шешуі. А-ның орнына 11В-ны қоямыз. 11В минус В тең 40. 11В-дан В-ны алсаң 10В болады. Тең 40. Нөлдерін қысқартып тастаймыз. 1-ді В-ға көбейтетін болсақ В болады. 4-ті жазамыз. Сонымен біздің еніміз 4-ке тең. Енді А ұзындық нешеге тең екен? 11-ді көбейтемін 4-ке тең 44 болады. Ары қарай кеттік. Бізде ұзындық та бар, ені де бар. Онда периметр таба саламыз. П тең 2 еселенген А қосылған В. 2 көбейту жақшаның ішінде 44 қосылған 4. Жақшаны жабамыз. Жақшаның іші 48 болады. 2 көбейтілген 48 тең 96 болады. Сонымен жауабы 96 сантиметр. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Жақсы, сау, сәлеметте болыңыздар.